Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы және достар, космосты зерттейтін қызықты әлемге қош келдіңіздер. Бүгін біз жерде ең үлкен ғаламшар Юпитермен танысатын боламыз. Бұл алып планетаның қандай ерекшеліктері бар, оның құпиялары қандай, және біз Юпитердің тереңдігіне қалай үңіле аламыз, барлығын білейік. Олай болса, біз бастаймыз. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен және ең ауыр планета. Ол газды алып көп ғасырлық астрономиялық зерттеулердің орталық нысандарының бірі. Юпитердің көлемі мен массасы, сондай-ақ оның құрамындағы көптеген қызықты ерекшеліктері астрономия мен ғарыш зерттеулер саласына маңызды орын алады. Юпитердің құрылымы мен құрамы. Юпитер газды гигант, яғни оның ішкі бөліктері қатты емес және негізінен газдардан тұрады. Ол қатты беті жоқ деп сипатталады. Юпитердің атмосферасы негізінен суреттегі мен гелийден тұрады. Оның атмосфералық қысымы жерден әлде қайда жоғары, ал оның ауа райы мен дауылы өте күшті. Негізгі құрамдас бөліктері 89% сутегі, 10% гелий, 1% басқа элементтерден метан, аммиак, су, бу және басқа газдар осылардан тұрады. Атмосфераның ерекшеліктері. Ұлы қызыл дақ. Бұл Юпитердің атмосферасында орналасқан алып дауыл. Оның диаметрі жерден шамамен 1,5 есе үлкендігі бар. Дауылдар мен бұлттар. Юпитердің атмосферасында түрлі деңгейлерде қозғалыс жасайтын бұлттар мен дауылдар өте жылдам. Бұл құбылыстар жердегі атмосферадан әлде қайда күшті. Термодинамикалық құрылым. Юпитерде атмосфераның жоғары және төменгі қабаттарының арасында күрт температура айырмашылықтары байқалады. Бұл да жергілікті дауылдардың әсерінен күшейеді. Юпитердің ішкі құрылымы бірнеше қабаттардан тұрады. Сутегі мен гелийдің сұйықтық қабаты. Юпитердің атмосферасына төменгі қабатында сұйық сутегі мен гелийдің сұйық қабаты. Юпитердің атмосферасы гелий кеңінен таралған. Бұл қабат өте ыстық және жоғары қысымда болады. Металды сутек. Юпитердің ішкі қабатында сутегі өте жоғары қысым мен температурада металл күйінде айналады. Жалпы ядро Юпитердің тереңінде, оның орталық аймағында қатты дене болуы мүмкін деген болжам бар, бірақ бұл әлде дәлелденген жоқ. Юпитердің магниттік өрісі. Юпитердің магниттік өрісі өте күшті және ол жердікінен шамамен 14 есе күшті. Бұл магниттік өріс оның атмосферасындағы заттар мен ғарыштан келген бөлшектерді ұстап қалады. Юпитердің магниттік алаңы бұл планетаның айналасын қамтып, оның айлары мен ғарыштық ортасында қорғайды. Юпитердің серіктері. Юпитердің 79-дан астам табиғи серіктері бар. Олардың ішінде ең үлкені 4 ғаламшарға ұқсас үлкен айлар. Олардың Галилео айлары деп атайды. Себебі олар 1610 жылы ғалым Галилео Галилей ашқан. Бірінші негізгі серігі Ганимед. Юпитердің ең үлкен серігі ол бүкіл күн жүйесіндегі ең үлкен ай болып табылады. Оның диаметрі 5268 километр. Екінші серігі Ио. Юпитердің серігі жүйедегі ең белсенді вулканды белсенділікке ие ай. Үшінші серігі Европа. Мұзды қабатпен жабылған ай. Ғалымдар оның астында су болуы мүмкін деп болжайды. Бұл тіршіліктің болуы үшін қолайлы орта болуы мүмкін. Төртінші серігі Каллисто. Мұзды ай. Оның бетінде көптеген кратерлермен үгітілген аймақтары бар. Міне достар, бүгінгі видеомызда біз Юпитермен толыққанды танысу керек болатын. Видео ұнаса лайк басып, каналға қолдау білдіріп кетейік. Достар, сіздермен бірге кездескенше.